Талғар ауданында шегірткеге қарсы күрес шаралары талқыланған семинар кеңес өтті. Биыл республика бойынша 2 миллион гектар алқапты зиянкестерге қарсы химиялық өңдеу жоспарланып отыр. Бұл мақсатқа бюджеттен қомақты қаржы бөлінген. Шегіртке тектес зиянкестердің адам өміріне қаупі қандай? Бұл бағытта қандай шаралар қолға алынуда? Толығырақ келесі бейнематериалда. Облыста 150 мың гектар жер шегірткеге қарсы химиялық өңдеуден өтеді. Ауыл шаруашылығы министрлігі мамандарының айтуынша, биыл зиянкестермен күресті тиімді жүргізу үшін жаңа тәсілдер енгізілді. Былтырғы жылы жаңағы жер үсті желдеткіш бүркіш техникалардың тәуліктік нормалары 70 гектар болса, 100 гектар болса, биылғы жылы 70 гектарға төмендетіліп отыр. Ол дегеніміз осы химиялық өңдеу жұмыстарын жаңа уақытылы әрі ұтымды пайдалануға үлкен мүмкіндік береді. Сонымен бірге мына пестицидтердің биологиялық тиімділігін 85%-дан 95%-ға жаңа ғылыммен бірлесе отырып 95%-ға көтеріп отырмыз. Ал ғалымдардың мәліметінше, ауыл шаруашылығы алқаптарына қауіп төндіретін италиялық және азиялық шегірткелер. Қазір олардың саны алаңдатарлық деңгейде емес. Дегенмен көбейе түскен сайын егістікке айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін. Облыста азиялық шегірткенің таралу аймағы Іле өзені маңы. Аса қауіпті зиянкестердің қатарына жатқызу себебі бұлар Қазақстан Республикасының климаттық топырақ жағдайларына байланысты 10-11 жылда дүмпу беріп, яғни жаппай көбейіп, үлкен экономикалық шығын алып келіп жатады. Ал енді мароккалық шегіртке болатын болса, ол 5-6 жылдың көлемінде осы өзінің бір көтеріліп, бір түсіп сөйтіп отырады. Енді бұл мәселе бойынша біздің республикалық бюджеттен өте қатты бақылауда тұрады. Зиянкестер санын шектеу үшін химиялық препараттар қолданылады. Ал сан азайғанда тәсіл өзгертіліп, биологиялық препаратқа басымдық беріледі. Оларда зиянкестермен күресте тиімді нәтиже береді. Ең біріншіден өздеріңізге белгілі, бұл жылы мекендерде қазір бірінші жағдайда шығады. Бұл мысалға өзіміздің Қонаев мекені, Қонаев қаласы жанынан, содан кейін Ұйғыр ауданы қай ауданда жылы тезірек құмғана жұмыртқасы тез көбейіп жарылып шығатын уақыты басталды. Республикалық бюджеттен жаңағы үйірлі шегірткелерге 280-ге жуық миллион теңге бөлінді, ал біздің жергілікті бюджеттен саяқ шегірткеге 292 миллион теңге бөлінді. Бұл мердігер компаниялардың бәрі анықталды. Бүгінгі күнге өздеріңіз көріп отырсыздар, Жетісу Трейд және Авиасила. Шегірткеге қарсы күреске 1500-ге жуық рұқсат етілген пестицид түрі бар. Егістікте зиянкестер байқалған сәтте-ақ шаруалар тиісті мекемелерді хабардар етуі қажет. Себебі әр аймақта фитосанитарлық жағдайды бақылап, талдау жасайтын арнайы орталықтар бар. Олар алынған ақпарат негізінде алдағы химиялық өңдеу жұмысын алдын ала жоспарлап іске асырады. Ақжан Анапия, Жадыра Жалдыбаева, Ерлан Абжанов, Қонаев медиа.